Көз алдыңызға елестетіңізші, ішінде 2000-нан астам сарбаз орналасқан еңселі әскери ғимарат кенеттен, еш ескертусіз опырылып түсті. Бетонның гүрс еткен дауысы, кеш қосылған дабыл, абыр-сабыр болып үлгермей үйінде астында қалған сарбаздар. Ал сыртта қорқыныш пен үміт, үрей мен қызығушылық араласқан халық. Олар не болады деп алаңдап қарап тұр. Қираған ғимараттың тасасында не жасырынған еді? Шашылған қирандылар мен күтпеген сәттің куәсі болыңыз, дәл осы оқиға Газа қаласының тағдырын мәңгі өзгертті. Қадірлі көрермендер, біздің арнаға қайта қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге жүрекке әсер ететін, ғибрат пен шабытқа толы бір ерекше оқиғаны ұсынамыз. Ал бастамас бұрын, видеоны ұнатып, арнаға жазылып, пікірге салауат жазуды ұмытпаңыздар, бәлкім, қиямет күні сол арқылы шапағатқа бөленерміз. Ендеше бастайық. Халық тығыз қоныстанған, шаң басқан Газа қаласының дәл жүрегінде Израиль әскери штабының биік ғимараты бой көтеріп тұрған. Ол осы өңірдегі күш пен шиеленістің нышаны іспетті еді. Ғимарат сырт көзге көркем де қаһарлы көрінетін. Айнадай жылтыр терезелер аптап түстегі күн сәулесін шағылыстырып, айналаны нұрға толтырып тұрды. Ғимараттың маңында жүздеген әскери көлік сап түзеп, тынымсыз қозғалыста еді. Ішінде мыңдаған сарбаз күнделікті жұмысын атқарып жатты, жаттығу, жиналыс, бұйрықтар мен есептер. Бұл ғимарат сырт көзге қуат пен тәртіптің нышаны, тіпті кейде тәкаппарлықтың белгісіндей көрінетін. Кім көрсе де мынау құламайды дер еді. Алайда сол еңселі сұлулықтың астында көзге көрінбейтін әлсіздік жасырынған болатын. Бетон мен құрылыс есебіндегі ұсақ қателіктер әдейі бүркемеленген, ешкім қауіпті сезбеген. Ғимаратта бәрі өз орнында, бәрі сенімді сияқты, бірақ негізі әлсіз еді. Сол жасырын осалдық кез келген сәтте бәрін өзгертетінін ешкім ойламады. Сыртта жергілікті тұрғындар бұл ғимаратқа үрей мен үйреншіктілік аралас сезіммен қарайтын. Олардың өмірі дәл осы штабтың көлеңкесінде өтіп жатты. Күнделікті тіршілік, әскери бақылау, бітпейтін үрей, бәрі де қалыпты жағдайға айналып кеткен. Бұл ғимарат олар үшін қарсы жақтың күші ғана емес, өмірдің қатал шындығын еске салатын белгі, кейде бір кішкентай қате бүтін тағдырды өзгерте алады. Қаладағы қарбаластың ортасында көзге еленбейтін сәттерде бар еді, терезе жақтауына қонған бір құс, көшеден көтерілген шаңды айдап өткен самал, әйнектен ішке түскен күн сәулесі. Бәрі де табиғаттың үнсіз ескертуіндей болатын. Мәңгі көрінген ғимараттың ғұмыры тым қысқа екенін меңзегендей. Күн артынан күн өтіп жатты, ал ішінде бәрі баяғысынша, сол тәртіп, сол тыныштық, сол бейқамдық. Сарбаздар сап түзеп марштап өтуде, көліктер бірінен соң бірі жүйелі қозғалыста. Ара-тұра дабыл үні естіледі, ал жоғарғы қабаттарда офицерлер әскери құжаттармен айналысып отыр. Барлығы тәртіппен, бәрі өз орнында, тұрақтылық пен сенімділіктің бейнесіндей. Бірақ бұл тыныштық шынайы емес еді. Бәрі көзге көрінбейтін бір қателіктің көлеңкесінде өмір сүріп жатқан. Құрылыс кезінде кеткен кішкентай есеп қателігі бетонның ішінде жасырынған әлсіздікке айналды. Ол байқалмайтын, бірақ бір күні оянатыны анық болатын. Жоғарғы қабаттарда сымдар мен құбырлар дұрыс жұмыс істеп тұрды. Бетон мінсіз көрінетін, төбелер таза, ал құрал жабдықтар саптай тізілген. Ешкімде күмән жоқ, бәрі бұл ғимаратты берік, сынбайтын, мызғымас деп білетін. Бірақ әрбір құрылымның өз әлсіз тұсы бар. Бұл ғимараттың да сыры бар еді, ол бір күні міндетті түрде ашылуға тиіс болатын. Ал сыртта, Газа халқы бұл штабқа үрей мен қызығушылық аралас сезіммен қарайтын. Бұл ғимарат оларға үстемдік пен қысымның нышаны болып көрінсе де, сонымен қатар олардың төзімділігіне дем беретін ең үлкен күштің де әлсіздігі бар деген үнсіз ескерту секілді еді. Күнделікті әдеттегі өмір жалғасып жатты. Кейде күлкілі сәттерде кездесетін, бір сарбаз картаны шатастырып оқиды. Себепсіз қосылған дабыл әскерді дүрліктіреді, немесе бетондағы кішкентай жарық бұл дизайн шығар деп еленбейді. Сол сәттер әскери салқын ортаға аз да болса түспен тіршілікті артатын. Бірақ уақыт өте келе сол ұсақ жарықтар тереңдей бастады. Бұрын мінсіз көрінген бетон енді шаршағандай сынып, әлсіз дыбыстар шығара бастады. Ешкім мән бермеді. Ғимаратта мыңдаған сарбаз өз тіршілігін жалғастырып, бейбіт күн тәртібімен өмір сүріп жатты, ал астында баяу, бірақ тоқтаусыз бір қауіп оянып келе жатқанын ешкім сезбеді. Сол уақытта айнала тұрғындары бір түрлі нәрселерді байқай бастады.
едендегі әлсіз діріл, төменгі қабаттардан шыққан түсініксіз дыбыс, кей жерлердегі шамалы қисайған қабырғалар. Бірақ бәрі де оны уақытша құбылыс деп ойлап, мән бермеді. Бәрі де елеусіз көрінетін. Бірақ көп ұзамай бұрын тек белгі ретінде сезілген шиеленіс шындыққа айнала бастады. Күш пен үстемдіктің нышаны болған бұл ғимараттың ішінде енді өлімге әкелетін әлсіздік оянып жатты. Қала тіршілігі өз арнасымен ағып жатқанымен табиғат өз тілінде белгі беріп тұрды. Құстың бәрі бұл маңнан ұшып кететін болды. Жел бұрынғыдан қою, шаң көтеріп, аспанда бір түрлі күңгірт тарта бастады, бейне бір тылсым ескерту сияқты. Бұл белгілерді күн сайынғы жұмысқа батқан сарбаздар байқамады, бірақ сырттан қарап тұрған адамдар үшін бәрі айқын еді, кез келген сәтте бәрі құлауы мүмкін. Палестиналықтар үшін бұл көрініс ащы шындықтың еске салуы еді. Қанша жерден еңселі болса да, әрбір құрылымның, әрбір үстем күштің өз әлсіз тұсы бар. Бұл ештеңе мәңгі емес, уақыт бәрін әшкерелейді деген үнсіз сабақ еді. Күндер өтіп жатты. Бірақ ғимараттағы жарықтар күннен күнге ұлғая берді. Жоғарғы қабаттарда бұрын байқалмаған жіңішке сызықтар көріне бастады. Құбырлардан су өткенде ыңылдаған дыбыс естілетін, бетонның өзі әлсіз күрсінгендей дыбыс шығара бастады. Сарбаздар болса, ештеңе болмағандай өз істерімен айналысып жүрді, тым сенімді, тым үйренген. Ал сырттағы тұрғындар терезелердің әлсін дірілдегенін, ғимараттың кей бөлігінен ұсақ тастар мен сынықтардың аулаға түсіп жатқанын байқап, іштей бір нәрсенің боларын сезіп отырды. Бұл белгілер ескерту болуы тиіс еді, бірақ іште жүргендер үшін бәрі әдеттегідей көрінді. Олар еш қауіп жоқ деп ойлады. Күнделікті өмірде тіпті әзілде табылатын, сарбаздар жарықтарды жабыстыру үшін ойыншықтай желім қолданып, бетонды кішкентай сызғышпен өлшеп әлек болатын. Сырт көзге бұл күлкілі көрінгенмен, шын мәнінде олардың шынайы қауіпті әлі сезбегенінің белгісі. Табиғат өз кезегінде ескертулерін жалғастырды. Құстар бұл маңнан ұшпайтын болды. Жел қала бұрышында бір түрлі айналып, ғимарат қабырғаларына қалың шаң қона бастады. Қала өмірі өз арнасымен ағып жатты. Адамдар серуендеп, балалар тар көшелерде ойнап жүрді. Бірақ қауіптің көлеңкесі барған сайын жақындай түсті, бәрін жайпап өтетін дауыл алдындағы тыныштықтай. Кезінде күш пен үстемдіктің нышаны болған бұл ғимарат енді нағыз қауіптің символына айналды. Кез келген сәтте бәрі опырылып түсуі мүмкін еді. Таңертең күтпеген жағдай болды. Астыңғы қабаттарда кішкентай жарықтар кенет ұлғайып, бетон сытырлай жарылды. Бұрын мызғымас болған қабырғалар қозғала бастады. Дабыл жүйесі іске қосылмақ болды, бірақ бәрі кешеді. Сарбаздар сасқалақтап, абыр-сабыр басталды. Кейбір сарбаздар жан ұшырып қашуға тырысты, ал кейбірі не істерін білмей орнында қатып қалды. Сол сәтте ғимараттың тұтас құрылымы алып толқындай шайқалып, бәрін жұтып жіберуге дайын тұрғандай көрінді. Қатты гүрс еткен жарылыстың үні бүкіл ғимаратқа тарады. Айналаны қою шаң басып, сынған әйнектер жан-жаққа ұшты. Кеше ғана мызғымас деп саналатын бұл ғимарат әп-сәтте ажал тұзағына айналды. Мыңдаған сарбаз не болып жатқанын түсінбей қалды, енді олар құлап жатқан бетон арасында қамалып қалған еді. Құрбандар саны тез артты, ал санаулы ғана тірі қалғандар үйінде арасындағы тар саңылаулармен қашып құтылуға тырысты. Сыртта тұрған халықтың жүзінен қорқыныш пен жеңілдік қатар байқалды. Бір жағынан бұл әділдіктің жүзеге асқандай сәті, екінші жағынан мыңдаған адамның өмірі осылай аяқталғанына деген мұң. Кей көріністер тіпті түс секілді еді. Соғыс машиналары жаншылып қалған, бұрын желмен желбіреген тулар қазір шаңға көмілген. Ал қымбат әскери жабдық ойыншықтай быт-шыт шашылып жатты. Әзілмен күнделікті күйдің орнына үнсіздік пен қайғы басты. Қала әп-сәтте өзгерді. Бұрын тіршілігі қайнаған көшелер енді шаң мен қираған тастарға толы. Айналаны сиреналар мен адамдардың зарлы дауысы кернеп тұрды. Бұл опырылған ғимарат енді тек қираған құрылыс емес, тұрақсыздықтың белгісіне айналды, мәңгі деп есептелген күштің де бір күні құлайтынын еске салған ескерткіш болды. Қирандылар арасында хаос орнады. Құтқарушылар апатты аймаққа жүгіріп келіп, тірі қалғандарды іздеп жатты. Қатты техниканың үні мен адамдардың жан айқайы араласқан түтін мен шаң олардың жүздерінде, киімдерінде қап-қара етіп жапты. Көптеген адамдарды құтқару мүмкін болмады. Бұл жұрттың жүрегінде терең қайғы қалдырды. Палестина халқы бұл оқиғаны әртүрлі сезіммен бақылап тұрды. Бір жағынан,
оларды ұзақ уақыт бойы езгіге салған сарбаздардың енді тоқтағанына деген жеңілдік, екінші жағынан қирау мен қазаға толы көріністерге деген уайым. Кейбірінің жүзінде әлсіз ғана жымиыс пайда болды, бірақ бәрі түсінді, қайғының аты қайғы, ол қай тараптан келсе де ашы. Қирандылар арасында кейде күлкі шақыратын сәттерде болды. Мысалы, батпаққа батып қалған ауыр техника немесе оғаш күйде қатып қалған сарбаздар. Қауіпсіз қашықтан қарағанда бұл күлкілі көрінетін. Бірақ бұл күлкіде қысқа, мұң мен ирония аралас бір сәт қана еді. Табиғаты біртіндеп тыныштала бастады. Жел көтерілген шаңды сейілтіп, аспанда қайтадан құстардың дауысы естілді. Бұл өмірдің не болса да жалғаса беретіннің белгісі. Бұл қирау адамға бір нәрсені еске салды. Мызғымас көрінген күш бір сәтте ақ құлауы мүмкін. Барлығы билік пен үстемдік туралы емес, өмір мен құрылымның нәзіктігі жайлы болып кетті. Ұзақ уақыт бойы сол ғимараттың көлеңкесінде өмір сүрген Газа қаласы енді жаңа шындыққа тап болды. Қираған штабтың үйінділері өзгерістің және тарихтың жаңа кезеңінің белгісіне айналды. Келесі күндері қалада тек ауыр техниканың гүрілі мен жұмысшылардың қадамдары естіліп тұрды. Шаң әлі де ауада қалқып, қала үнсіз күйге енгендей еді. Құтқарушылар үйінділерді біртіндеп аршып, тірі қалғандарды іздеуді жалғастырды. Палестиналықтар өзара көмектесіп, су, тамақ және қарапайым құралдар әкеліп, қиранды арасындағы бауырмалдықтың, жылы бірліктің шынайы көрінісін көрсетті. Бұрын үстемдіктің белгісі болған ғимарат енді темір мен сынған әйнекке толы бетон үйіндісіне айналды. Кейде жұмыс арасындағы үзілісте аздап күлкілі сәттерде туатын. Мысалы, бір жұмысшы үйіндіге кептеліп қалса, немесе ауыр техника орнынан қозғала алмай қиқылдаса, бәрі бір сәтке жымиып, сосын қайтадан үнсіз іске кірісетін. Бұл адамдардың қайғының ортасында да тірі қалудың тәсілі еді. Трагедияның қақ ортасында әрбір көтерілген тас, тірі қалғандардың да, қайтыс болғандардың да тарихын өзімен бірге алып жатқандай еді. Сол сәтте жұрт түсіне бастады. Бұл оқиға тек бір ғимараттың құлауы емес, мәңгі көрінген күштің де әлсіз болатынын еске салу еді. Қала ауыр болса да, алға жылжуды үйренді, жүрегінде ұмытылмас, ащы естеліктермен бірге. Уақыт өте келе қала қайта тіріле бастады. Көшелер тазаланды, үйлер жөнделді, балалар тағы да тар көшелерде ойнай бастады. Құлаған штаб ғимараты көзге көрінетін ескертуге айналды. Берік көрінгеннің бәрі бір сәтте жоқ болуы мүмкін. Қоғам өмірін қайта құруды абайлап, сабырмен жалғастырды. Адамдар түсінді, қайғы қиратуы мүмкін, бірақ өмір бәрібір жалғасады. Нағыз күш ғимаратта немесе билікте емес, қайта тұрып, алға жүру қабілетінде. Кейде күлкілі сәттер әлі де кездесетін, бала ауыр техниканың үстіне су төгіп жіберсе, немесе үйінділер арасымен жүрген мысық көрінсе. Сол ұсақ сәттер қайғы мен ауырлықтың арасындағы жарық нүктелері еді. Қала қайтадан тіршілігін бастады, бірақ құлаған ғимараттың көлеңкесі әлі де естен кетпеді. Адамдар ойланып қалды, күш пен тұрақтылық кейде алдамшы болуы мүмкін. Енді олар ең қарапайым нәрселердің, отбасының, көршінің, тыныштықтың қадірін түсіне бастады. Нағыз қуат көзге көрінбейтін, бірақ жүректе сақталатын табандылық пен бірлікте. Ғимарат құлады, бірақ халықтың рухы сынған жоқ. Бұл қасірет оларға бір нәрсе үйретті, қирау соңы емес, жаңа үміттің бастауы болуы мүмкін. Уақыт өте келе Газа қайта жанданды. Үйінділер тазаланып, өмір қайтадан қайнады. Құлаған ғимарат енді көзге көрінбес, бірақ жүректерде қалған естелік. Ол мызғымас көрінген күштің де қаншалық нәзік болатынын еске салатын белгі болып қалды. Қоғам енді бұрынғыдан сақ әрі мықты бола түсті. Олар өмірдің ешқашан тұрақты болмайтынын, ал кез келген ғимараттың, биліктің не үстемдіктің тек уақытша екенін ұқты. Бұл қасірет оларды ойға қалдырды. Нағыз күш жаулап алуда емес, аман қалуда, үйренуде және қиратылған өмірдің арасынан үміт таба білуде екенін түсінді. Уақыт өте келе өмір қайтадан өз арнасына түсті. Күнделікті тіршіліктегі шағын күлкілі сәттер әлі де кездесетін, бірақ олардың астарында терең сабақ жатты. Бұл әлемнің нәзіктігі мен өмірдің құндылығын еске салатын естелік еді. Бұл оқиға бір ақиқатты айқын көрсетті. Адам баласы тіпті ең мызғымас көрінген күштің үйіндісінен де қайта тұрып, жаңа өмір бастай алады.